Біз Ерлан екеуміздің жүргенімізге 3 ай уақыт болған еді. Мен онымен құрбымның туған күнінде танысқан едім. Сымбатты жігіт қайта-қайта қарап қояды. Туған күн аяқталған соң Ерлан бізді шығарып салмаққа ниеттеніп еді, бірақ ағам өзі алып кететінін айтты. Ағам охранада істейтін. Сол күн оның демалысымен сәйкес келіп, кештен кейін мені алып кетті. Ерланды іштей ұнатушылық болғанмен, ашық әңгімеге түсіп, менімен таныса қоймаған еді. Туған күнге әдемі болып, ерекше дайындықпен келгенім тағы бар. Үйге келген соң, ол менің ойымнан шықпай қойды. Ерекше күлкісі, жүріс-тұрысы, сағатына қарап, галстугін дұрыстағаны, ең естен кетпейтіні, кірпіктерінің астынан ұрлана қарағаны. Жастықты құшақтаған күйі тәтті ұйқыға қиялыммен бірге батып кете бардым. Таңертең қоңырау үні бұзды. Ұйқылы ояу трубканы алдым. Арғы жақтан «Қайырлы таң, тәтті қыз» деген таныс дауыс шықты. Еш нәрсеге түсінбеген басым, тәтті қызға әлі таң ата қоймады дедім де телефонды сөндірдім. Әдетте бейтаныс нөмірлерге жауап бермеуші едім. Ұйқым шайдай ашылып тұрып кеттім. Сабақ, аудитория, Ушу университет қабырғасы. Қыздарымыздың әңгімесі кешегі Арайдың туған күніндегі сұңғақ бойлы жігітте. Иә, дәл өзі түні бойы ойымнан кетпей шыққан жігіт жайлы екен. Ұнатқан мен ғана емес екенімді сезген едім. Бірге тұратын Зерде есімді құрбым да, «Уау, мінген көлігін айтсайшы, анау-мынау жігіт емес сияқты ғой» деп менің қызғанышымды тудыра түсті. Қыздар қойыңдаршы, басымыз қосылса жігіт жайлы айтып шығады екенсіңдер. Зерде, сен де доғар, жігітің бар емес пе? Не бар саған деп ашулана түстім. Менің жігітім ол сияқты сымбатты, крутой жігіт емес қой. Оның үстіне бірнеше күн болды жігітіммен арамыз дұрыс болмай жүр деген сөзі жыныма жақпай, сырттай білдірмесем де іштей тырысып қалдым. Сабақты аяқтап үйге келдім. Ағылшыннан беретін оқытушының тапсырмасын аударумен әлекпін. Басымда қатып кетті. WhatsApp желісінен SMS келді. Қарасам, бейтаныс нөмір. Сәлем деген SMS. SMS-ті көріп, ашпай жаба салдым. 5 минут өткен соң тағы да SMS. Ұйқыдағы тәтті қызға таң атты ма деп. Таң атқан бұлай тұрсын, кеш батты деп жауап қайтардым. Авадағы суретін ашып қарасам, бұл әлгі жігіт, кешегі кештің хит жігіті, қыздардың аузын толтырған тақырып болған жігіт. Маған жазып тұр. Сәл болмағанда менімен танысуға әрекет жасамағандығы үшін ол жігітті ұмыта жаздаған едім. Мен өзімнің сабақ дайындап жатқандығым жайлы айттым. Әңгімелесе келе ол маған тапсырмамды орындауға көмектесетінін айтты. Мен де қарсылық танытпадым. Аударма жасауға тиісті болған тақырыпты суретке түсірдім де оған жібердім. Жарты сағаттан соң жауап келді. О, жақсы болды ғой деп қуанып кеттім. Зерде де сол сабақты даярлап отырған. Бірақ оған айта қоймадым. Іштей қызғаныш сезімі де болды. Ертеңіне сабақ басталып кетті. Кезінде очки мұрнына түсіп тұратын қара толықша келген ағылшын мұғалімнің сабағы. Кім аударды мен берген текстті деді. Ортадан қол көтеріп, мен деп айқайладым. Қиындау, ұзақ тақырып. Басқа пәндерден озат болсам да, ағылшын сабағынан үздіктердің қатарынан бой көрсете бермейтінімді группаластарым білетін. Арнайы ағылшын курсын тамамдаған Әлия мен Айнұр да сабақ айтуға оқтала қоймаған еді. Олар маған таңырқай қарады. Сұңғақ бойлы жігіттің дайындап берген тапсырмасын ұстап алып мәзбін. Дайын асқа тік қасық болғанымен жұмысым жоқ. Сабақ соңында оқытушының жақсы комплименті де әлгі жігітке деген ойымды одан әрі жоғарылауына себептің бірі болды. Үйге келісімен оған рахметімді білдіріп, SMS жазуға оқталдым. Бір ойым хабарласып айтсам бе деп те ойландым. Сондағысы, кешегі көмегін сылтауратып хабарласып,
Жақынырақ әңгімеге тартуды да көздеп тұрғаным да сол еді. Телефон шылдыры ойымды тез жинақтатты. Қарасам, әлгі жігіт екен. Нөмері сохранить етілмесе де жүрегімде сақтаулы. Телефонды бірден алмай сәл кешіктіріп жауап бердім. Сондағысы өзімді асыға күткенімді сездіріп қоймау. Трубканы алдым. Тәтті қыз, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай деп бастады. Өзі сондай мәдениетті. Бүгінгі күнімнің қалай өткенін, өзім жайлы айтып беруімді, оқу орным, ауылым жайлы бәрін сұрап алды. Соңында мен ұятта болса сұрайын деп едім, сұраңыз деп тыңдап тұрғанын білдірді. Кешіріңіз, мен сіздің есіміңізді есімде сақтамаппын дегенімді бірден түсіне қойып, күліп жіберді де, Ерлан, менің есімім Ерлан деді. Ананы мынаны айтып, Ерлан екеуміз біраз нәрсені талқылап тастадық. Ойымыздың көп бөлігі бір жерден шығып жатты. Әңгімеміздің тоқтауына ертеңгі сабаққа дайындалу керектігім ғана кедергі болды. Оған қайырлы түн тілеп трубканы қойдым. Таңертеңгі сабақ басталып кетті. Сабақтан шыққан соң әдеттегіше университетті жағалай қыздармен сыртта шығып келе жатқаным сол еді. Жанерке деген дауыс назарымызды бұрғызды. Дәл алдымда ақ көлігіне сүйеніп қолына гүл шоғын ұстаған галстуктегі сықиып киінген жігіт. Аяғын айқастырған күйі маған қарап тұр. Жаймен басып маған келіп қолын созды. Амандасуға қол мәрең барып дірілдеп тұрмын. Қолындағы гүлді маған арнайы әкелді ме деген үмітлегі жоқ емес. Гүл шоғын ұсынды. Қателеспеппін. Бұл гүл маған екен. Көңілім көтеріліп қалды. Ал жанымдағы қыздар аң-таң, әсіресе Зерде. Іштей өзімде қысылып қалдым. Құрбыма Ерланмен араласып жүргенімді айтпағаныма. Сәлем қыздар, рұқсат болса Жанеркені орталарыңыздан ала кетсем. Бүгін оның менімен қайтуына рұқсат бересіздер ме? Деді де қолымнан ұстап алды. Қыздарға сау бол айтып, көлікке отыра кеттім. Ал Зерде болса, үн-түнсіз қараған күйі еш нәрсе деместен бұрылып кетіп қалды. Түсініксіз жайтқа баладым. Ерлан екеуміз уақытты көңілді өткіздік. Қымбат ресторандардың біріне алып барды. Өзі әңгімешіл, кез келген тақырыпта жақсы сөйлеседі екен. Бұлайша айтқанда ашық жарқын жігіт екен. Біраз айналған соң үйге қайттық. Себебі бүгін ағамның үйде болатын күні. Ол өте қызғаншақтау және үнемі әр нәрседен мені тиіп отыратын. Ағам келмей, ерте үйге жету арманым болды. Ерлан мені подъездің алдына дейін шығарып салып тұрды да, байқатпастан ернімнен сүйіп алды. Қайырлы түн тәтті қыз деді де бұрылып кетті. Бетім қып-қызыл болған күйі көзім қарауытып, жүрек соғысым жиілей түсті. О Құдайым, бұл менің алғаш рет сүйісуім. Мен зең күйге кірдім. Зерде үйде сабақ даярлап отыр. Келгеніме мән де беріп отқан жоқ. Денем болса бір ысып, бір суыған күйі бөлмеме кіріп кеттім. Телефоныма ерніңіз неткен тәтті еді деген SMS келіп, одан сайын бетімді қызарта түсті. Ұяттан кірерге жер таппай тұрмын. Осылайша тәтті ұйқыға шомып кеттім. Арада уақыт өте берді. Ерлан екеуміз жиі кездесіп көп уақытымызды бірге өткізе бастадық. Ал Зерде болса, бұрынғыдай емес, себебін сұрап едім, аузын ашып ештеңе дей қоймады. Бар айтары, сен сол жігітті айта бересің, бізге көңіл бөлмейсің дегеннен ары аса алмады. Сентябрьдің 24-і Ерлан маған жүруге ұсыныс тастады. Бір апта ойланып, бірінші күні мен оған келісім бердім. Ол күнде мені сабақтан соң алып кететін, күнде қаланың тамаша жерлерін аралайтынбыз. Құрбыларымның арасында Ақбоз Тойоталы Ханзада атанып кеткелі қашан. Ол жұмыс бабымен командировкаға кетіп жүретін.
оның келуін асыға күтумен уақытты зымырап кететін. Мен оған тез бауыр басып кеттім. Бір күні ол үйіне қонаққа шақырды. Тұрмысқа шыққан соң баратын үйім ғой деген оймен баруға келістім. Қанша жерден оған сенсем де, үйіне баратын кезде жүрегім қатты соғып бір нәрсе болардай уайымдадым. Үйіне барып тұрып, қайтып кетуді де ойладым. Ол сенің жігітің ғой, кішкентай қызға ұқсамашы деп өзімді қайрап қоям. Ол үйге кірісімен шай қоя бастады. Сондай жайлы, өте әдемі үй екен. Жігіт болса ұқыпты, жинақы тұрады екен. Кино көріп, біраз ары-бері әңгіме айтылды. Ұйқысы келіп жатуға ыңғайландық. Ол менің өзінің қасында жатуымды сұрады. Ыңғайсыздансам да қиылып болмады. Үн-түнсіз жайғастық. Свет сөнген соң, оның құшақтағанының өзінен үрейлене бастадым. Басы жастыққа тиісімен қалың ұйқыға кетті. Ал мен болсам, таң атқанша ұйықтамай, бір нәрсе болып қалардай мазам қашып жаттым. Осындайда таңда ата қоймайды. Таңертең оны ұйқыдан ояттым да университетке жол тарттық. Зердемен оқуда жолықтық. Оның көлігінен түскенімді көрген ол, түнімен қайда болғанымды сұрап, тықақтап қоймады. Мен Ерланның үйінде болдық дедім. Ол аң-таң мен бір нәрсе бүлдіргендей үрей көзбен қарайды. Араларыңда не болды деп сұрап қояды. Онымен бірге жаттың ба? Оңашада бір үйге қалай қонып жүрсің деген секілді сауалдарды жаңбырдай боратты. Зерде қойшы, бәрі сен ойлағандай емес. Ол ондай жігіт емес. Әсірлемеші, біз бар болғаны бір диванда ұйықтадық. Артық еш нәрсе емес дедім де аудиторияға кіріп кеттім. Біздің Ерлан екеуміздің жүргенімізге 2 айдан асты. Кәдімгідей үйренісіп қалыппын. Күнде болмаса да, күн ара жолығып тұрамыз. Бір күн ол мені қалайтынын айта бастады. Ашық айтпаса да, астарлап жеткізетін. Мені сынап жатқан шығар деген оймен сөзін шынайы қабылдамай ойынға айналдыра салатынмын. Ол мені құшақтап аймаласа, қашқақтай бастадым. Бетін қақпайлап тастайтынмын. Кішкентай қыз ұқсамаш, бәрібір болатын нәрсе ғой, неге сонша қашасың деген сөздерді ойландырып тастайтын. Бір күні ол өзінің жұмыс бабымен ұзақ уақытқа өзге қалаға барып келетінін айтып, бүгінше өзінің үйінде қалуын өтінді. Мен де келісе кеттім. Алдындағыдай емес, бұл жолы үйреншікті секілді. Еш нәрседен қымсына қоймадым. Ерланға да бауыр басып қалғалы біраз болды. Ол үйге кірісімен есікті құлыптап, кілтті қалтасына салып алды. Жаймен құшақтап сүйе бастағаны сол еді, мен тағы да тартыншықтана бастадым. Ол да қоймайды. Бас салып қысып, құшақтаған күйі жібермеді. Әдеттегі құшақтасуға балап, ары қарай мен де қарсылық білдіре қоймадым. Құшақтасып диванда біраз жаттық. Бір кезде ол жейдемнің түймелерін ағытуға көшті. Доғаруын талап еткеніммен оны тоқтата алмадым. Қанша қарсылық білдірсем де, оған шамам жетіңкіремей қойды. Мен қазір айғайлаймын дедім. Ол болса, айғайлағаннан түк шықпайды. Бұл жақта екеумізден басқа ешкім жоқ. Қойсайшы енді қарсыласа бермей. Бәрібір болатын нәрсе ғой деген сөздері мені одан сайын қорқыта түсті. Оның бұл әрекеті жай сүйісу емес екенін ұқтым. 2 көзім жасқа толған күйі доғар деп айқайладым да оны итеріп жібердім. Қалтасындағы кілтті алып үлгеріп есікке жеткенше ол келіп үлгерді. Айна алдындағы қайшыны кезеніп, бір қолыммен есікті ашуға тырыстым. Қолыңдағы қайшыны таста дегеніне қарамастан, есікті аштым да қашып шықтым. Ол да артымнан жүгірді. Жол жағалап жүгіріп келем. Қырсыққанда таксиде көзге ілінбейді. Жүгіріп шаршады ма, әлде қуғаннан пайда жоғын түсінді ме, ол қайта жүгірмеді. Ал мен қараңғы түнде адасып қалдым.
Жаяулатып жүріп, жол жиегіндегі кішкене дүңгіршікке көзім түсті. Барып едім, ашық болып шықты. Сол жердің қожайыны бұндай уақытта не істеп жүргенімді сұрады. Арадағы әңгімені айтуға арланып, адасып қалдым деп қысқа қайырдым. Бұл жердің қалаға алыс емес екенін, осында бүгінше түнеп шықсаң, азанда күйеуіңнің затқа қалаға баратынын айтты да, күйеумен бірге қалаға жетіп аларсың деді. Келіспеске амалым жоқ. Таңда атыру қиынға соқты. Түні бойы жылап шықтым. Мен сүйген жанның, мен сенген адамымның осынша қиянат көрем деп екі ұйықтасам, түсіме кірмепті. Ол мені зорламақшы болды. Есік ашылмағанда не болар еді? Өмір бойы менің бетіме таңба боларлық күйе жағылуына сәл қалған. Маған қалада қызымыз грантта оқиды, үздік студент деп сеніп отырған ата-анамның бетіне қалай қарар едім? Мен үшін күндіз-түні қалаға келіп жұмыс істеп жүрген ағама не деймін? Артымнан ерген сіңілім де бой жетіп келеді. Әпке, өскенде сіз секілді боламын деген сөздеріне, бала көңіліне қиянат жасауға менің қалай ғана дәтім барады. Иә, бұл менің тағдырым. Адам қанша жерден сүйсе де, сенімді қатты артудың қажет еместігін кеште болса ұғындым. Көп қыздар нәпсіге ерік беріп, тырнағын тістеп қалады. Ақ некеден аттамайынша, ата-ана үмітіне қыл түсірмей, сенімін сейілтпеу үшін қыз ертеңін ойлау керек. Менің басыма бұл нәрсе үлкен сабақ болды. Ал Ирланға келер болсақ, бұл оқиғадан кейін із-түзсіз хабар алмадым. Зерде болса оны менімен қатар ұнатқанын, соңында жігіт үшін құрбысына қызғаныш білдірмеуін түсінгенін ашып айтты. Содан бері қаншама жылдар өтті. Бұл менің балғын кезімдегі өкінішім. Ал қазір тұрмыстамын. 3 әдемі балапандардың анасы, аяулы жармын. Жолдасым да алыс адам емес. Әкемнің жан досының баласы. Мені бірден сырға салып әкеткен. Тойымызда дүркіреп өткен болатын. Қазір бақыттымын. Нәпсінің жетегіне еріп, қателікке бой бергенде мен осындай бақытты жанұя құра алар ма едім? Қазіргі жас қыздарды сезімнің жетегіне кетпей ойланса, менің өмірімнен сабақ алса екен деймін.